Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге 5 минутта дайын болатын цезарь салатын жасайтын боламыз. Барлығының ең сүйікті салаттарының бірі. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Бізге пекинский капуста қажет болады. Капустаның жұмсақ жерлерін қолданатын боламыз. Осындай артық қатты жерлерін кесіп алып тастаймыз. Және де жұмсақ жерлерін 4 бұрышты етіп, барлығын кесіп турап алатын боламыз. Енді капустаны арнайы бір ыдысымызға салып, үстіне дәміне қарай кішкене ғана тұз саламыз. Содан соң цезардың соусын саламыз. Арнайы осындай майонез сатылады. Цезарь салатын апталған, соны салсаңыздар, цезарь салаты өте әдемі болып шығады. Міне араластырып болған соң оны тарелкамызға салып аламыз. Енді кезекте бізге қызанақ қажет болады. Негізі черри помидорын қолдансаңыздар өте әдемі үйлеседі. Менде черри помидоры болмағандықтан қызанақты бөліктерге бөліп, тарелканың үстіне жайғастырып шығатын боламыз. Осылай әдемі етіп, әр жерлеріне сәндеп қойсаңыздар болады. Енді кезекте бізде бөдене жұмыртқасы, піскен бөдене жұмыртқасын теңдей бөліктерге бөліп ортасынан тарелкаға оны да әдемі етіп жайғастырып шығатын боламыз. Содан соң алдын ала піскен тауық етін, оны да ұзынша етіп кесіп, тарелкаға барлығын әр шетінен бір салып жайғастырып шығатын боламыз. Бізде енді сыр қажет болады. Сырды үккіштен өткізіп, кез келген ірімшікті үккіштен өткізіп, осылай сеуіп шығатын боламыз. Бізде ең соңғысы бізде осындай кептірілген нандарды үстіне қойып шығатын боласыздар. Міне біздің осымен өте оңай әрі ең сүйікті салаттарымыздың бірі цезарь дайын болды. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Қонақ келгенде тез жасалына салатын мына салатты сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, төменге пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған ләззат.